Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Жаңа парақшам ашылғанына көп болған жоқ. 25 па 22 ма адам жиналып қалыпты. Тіркелгендеріңізге көп рахмет. Алда берді жақсы жаңалықтарымды сіздермен бөлісем. Бүгінгі видео тауықтарыңыз жаз уақытында тумай жүрсе қандай жем беру керек, қандай жем берген дұрыс, соны айтатын боламын сіздерге. Біздің тауықтар, өшірі 9 тауық, 5 домашний, 4 адлер, 1 адлер әтешір, общий 10. Мындай су құйғыш жасап қойдым. Мен ілген жоқпын әлі. Іші бітпей ілмейтін шығарым. Так, міне жұмыртқа. Мінекей. Адлердің жұмыртқасы. Мынау да адлердің жұмыртқасы сияқты. Жұмыртқаларын шатастырып атасың, осының адлер мен домашний тауықтың жұмыртқасының көп өзгешелік жоқ. Бірден айыру қиындау. Тәкімді тумаған. Бүйтесіздер, қандай жем берем десеңіздер, міне. Жемде аз қалыпты менде. Осындай зерноместі бар. Осындай зерноместіні неше тауық бар, сонша граммға бөлесіздер. Мен 10 тауыққа осының размерімен берем. Кейде анаң размерімен берем. Ана қаймақ жем. Пока осымен беру жүрім. Жаз уақыт болғаннан кейін еще кешкісін далаға тауықтар жаям. Осыны берем. Осы мынандай жем бар. Мынада аз қалыпты. Ертең алам бұйыртса. Мынаны бір апта бересіздер, бір апта демалтасыздар, бір апта бересіздер. Бұны көрсетем қандай жем екен. Осы екеуін суға араластырып қоясыздар. Күнде кешкісін араластырасыздар да таңертең бересіздер. Таңертеңнен жем кішкене өседі. Мінекей мынандай жем. Өзім алып қойдым сіздерге видеоға көрсетейін деп. Осы екеуін бересіздер. Осы екеуінің өзінде де жақсы нәтиже көрсетіп жатыр менікі. Мынау қазір өздері жалпы негізінде басқа да жемдер бар, қосып олар қымбаттауда. Мынау да қымбат түсіп кеткен, бұрын арзан еді, қазір қымбат түсіп кеткен. Мынау да қымбат түсіп кеткен. Осы екеуін аласыздар да қазға да беруге болады. Міне мына жерде жазылып тұр, кури ут гусей деп. Өзінің граммдары бар, міне атылып тұратын. Бір тауыққа 1 грамм бересіздер. Бәрінің өздерінің неше грамм беру керек екені барлығы жазылған. Мен бұны бұл грамм бойынша беріп жатқан жоқпын. Мынада баклажкада езіліп тұр ғой. Баклажкада араласып тұр ана. Соның крышкасымен салам. Анадан салам. Екеуін араластырамын да берем. Бір апта бердім. Мына басында ақ келген домашний тауықтар жұмыртқа туған жоқ менде. Бесеуі де туған жоқ жұмыртқа. Өзімнің 4 адлерім күнде 4 жұмыртқа, кейде 2 жұмыртқа алып жүрдім. Мына тауықтарды ақ келгеннен кейін менде 5 жұмыртқа туып бастады бір аптадан кейін. Қазір 7 жұмыртқа алам. Бір күнде 7 жұмыртқа алып жүрмін осы тауықтардан. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.